Сәлем достар, каналыма қош келдіңіз. Видеоны көрмес бұрын каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Бүгін сіздермен осындай нәзік болып келетін үлпілдек шұжықты бәліш дайындаймыз. Ең алдымен бізге құрғақ ингредиенттерді араластырып алу керек. Ол үшін ұнымызға шекер, тұз, дрожжды салып, ыдыс ішінде араластырып аламыз. Содан соң су құямыз. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек. Сұйық май құямыз. Алдымен қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Содан соң қолдың көмегімен жұмсақ қамыр иілейміз. Артық ұн қоспаңыздар. Жұмсақ әрі нәзік болып шығу керек. Осындай жүйелікке келген кезде сұйық май құйып, кішкене қамырымыздың июнын қандырамыз. Қамырымыз осындай жұмсақ, нәзік болу керек. Содан соң бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз осындай болып көтерілді. Өздеріңіз қалаған бөлікке бөлулеріңізге болады. Мен 3 бөлікке бөліп алдым. 3 түрлі шұжықты бәліш жасау үшін. Содан соң дөңгелек пішінге келтіріп, ары қарай жая береміз. Бізде шұжықты бәлішіміздің бірінші түрі, ол орау түрі, яғни шұжығымызға қамырды ораймыз. Осылай кесіп аламыз. Содан соң шұжығымызды алып, орап бастаймыз. Егер қамырымыз жетпей қалған жағдайда жалғап орауға болады. Міне осындай болып шықты. Келесі түрі ол шексіздік түрі. Яғни шұжығымызға қамырымызды шексіздік түрінде ораймыз. Шексіздік түрі осындай болып шығады. Келесі түрі бізде өру түрі. Яғни қамырымызды осындай 4 немесе 5 бөлікке бөліп жаямыз. Содан соң ортасына шұжығымызды қойып, жан-жағын кесіп, шаш өргендей өреміз. Не осындай болып шығады. Содан соң бетін құрғақ салфеткамен немесе салафанмен жауып, 20 минуттай тындырып қоясыздар. Міне бізде 20 минут тұрды. Кішкене осылай ісінеді. Содан соң жұмыртқамыздың сарысын алып
бетіне жағамыз. Мен күнжіт септім бетіне. Егерде сіздерде қара күнжіт болса, оны да сепсеңіздер болады. Мак себуге де болады. Ал енді 180 градуста пешімізге пісіріп аламыз. Біздің шұжықты бәлішіміз дайын. Осындай болып шықты. Өте нәзік, үлпілдек, дәмді болып келеді. Жасап көруге кеңес берем. Сіздермен болған Жансая. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.